кешірмеңіз ма? Мен мемлекеттік мекемеге келіп тұрмын ба? Келіп тұрмын, иә? Иә. Сіз мұнда отырсыз? Иә. Қызметкерсіз демек? Иә. Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жамбыл Рахматулла. Бүгін 17 желтоқсан қазір Кентау қаласының әкімдігінің алдына тұрмыз. 16 сағат 37 минут маслихатта дейді. Ассалаумалейкум. Сізді бола ма екен? Бейне және аудио жазылым жүруде, Жамбыл Рахматулла үшін. Таныстырып жібересіз ба? Болысбек есімі Шәріпбеков қала әкімі орынбасары. Сіз так 1,5 сағат болды күтіп тұрғаныма. Енді жұмыс қой. Иә, жақсы. 7 қазан күні 2,5 ай бұрын базар түсірген болатынмын. Әлеуметтік қамту бөлімінде бойынша жаңағы пандус жоқ, қоқыс жәшіктер жоқ деген болатынмын. Сон пандустар 4 базардың 2-і шешіп жатыр мәселесін. 2-і суға орында тұр. Сосын өткенде Искаков түсірген себебім 2 күнде қандай нәтиже шығардыңыз деген болатын. Ол кәсіпкерлермен сөйлестім. Нәтижені осы сәрсенбі, яғни бүгін 17 желтоқсан көрсетеміз деген. Қазір келеді Талғат мен артынан. Сіз қазір бейне жазбаған жұмыс болғаннан кейін біз жаққа кіріп, ол мәселе талқылайық, ол мәселе біз шешуге тұрсам, жұмыс жасап. Осы жерде сөйлессек болмай ма? Келсін Талғат. Жақсы, осы жерде күтемін. Болды, кіріп шығыңыз осыны. Рахмет. Қайырлы кеш. Бола ма сізді? Жамбыл Рахматулла, бейне және аудио жазылым жүруде. Кентау қаласының әкімі Жандос Тасов, таныс болыңыздар. Сізден сұрайын ба әлде? Кім жауап бере алады? Ой, кісілер қызық екен. 7 қазан күні, қазан күні видео жариялаған болатынмын. Ішке видеоға жауап берсеңізші, телефонға түсірмеші анау деген әңгіме болады. Жамбыл, телефонмен ресім бар, кіріп, кабинетте отырып, кеттік. Мәселе жаңа айтып өткенде 7 қазан күні, бүгін 17-сі. Сізге бүгін жауап беру керек. 2 ай 10 күн. Талғат қазір сізге жолықтым дейді ғой. Жолыққанда ол тағы да бірдеңе айтып кетті, өтірік нәрсе. Не дейді? Қараңыз, 7 қазан күні видео шығады. Содан кейін, 1 ай 2 күннен кейін 9 желтоқсан күні Талғатқа барам. Жаңағы ұшу, жаңағы хатшы өзінің әдеби кодекс сақтамай жауап береді. Сосын Талғат мырза сол жерде айтады, 9 желтоқсан, осыдан 1 апта бұрын айтады, келесі сәрсенбі күні келіңіз, мен оларға ескерту бергем дейді. Ескертуді орындамаса келесі сәрсенбі дейді, яғни бүгін 17 желтоқсан күні. Мен олардың үстінен шағымданам деді тиісті органдарға. Мерзім 2 апта уақыт қойып берген. 1 аптасы өтті, 1 апта 1 күн өтті ма? Енді осы аптаның соңында болатын болып тұр ғой енді. Ендігі апта. Бізде 9 болса, бізде хатты өзі сөйлеген тұрмыз. Видеоның шыққанына 2 ай 2 күн болды ғой, сонда хатты не үшін сонша күттіңіздер? 1 ай 3 аптадан кейін хат жолдап тұр ғой, 1 апта бұрын жіберсе. Енді жаңа келіп, сіз айтқаннан кейін ол келіп, 24 желтоқсан келіңіз дейді. Ал менде видеода, ютубта, тиктокта уже 2 миллион адам көріп қойды, 17-сі деп тұр ғой. Ол бір мен мазақ еткен болып тұр да. Мені ғана емес, жалпы тұрғындар бәрімізді мазақ еткен деп тұр. Түсінікті, Жамбыл мырза, мен қазір әкімнен шықтым, өзіңіз көріп жаңалықтан ешқандай не жоқ. Мен Талғатпен шыққаннан кейін сөйлестім. Сізбен сөйлестім бе деп сөйлестім. Ол вопрос бойынша өзіміз келіскенбіз. Кейін жаңағыдай бір несін алып беремін деді, хаттың жауабын алып беремін деді. Бірақ мен күнін қашан уәде бергенін білмеймін. Жоқ, қазір қызық үшін телефонды көресіңіз ғой, ютубта ашық желіде тұр ғой. Иә, ашып мен оны қараймын қазір, жұмыстан кейін біраз отыру керек болып тұр. Ол мәселе бойынша қазір өзіме жазып аламын. Нақты айналысамыз. Облыста өзіңіз білесіз, мүгедектердің құқығын қорғау бойынша департамент бар. Департаментке сіз өзіңіз түсіргіңіз қаламасаңыз, мен түсірейін әкімшіліктің атынан. Именно базарлар бойынша хат. Енді сіздердің міндеттеріңіз деп білем, мен кішкене жұмыстарыңызды атқарсаңыздар деп. Қарсы емес шығарсыз? Ол бойынша жұмыс жасаймыз, жоқ, ешқандай қарсы емеспіз. Өзіңіз айтқандай 1-2 базар орнатқан. Ал енді пандусты жаңа өздеріңіз білесіз ғой, бұл жекеменшік базар. Иә, бірақ жекеменшік базар Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жұмыс істеу керек, талаптарды орындау керек қой. Біз оған қарамаймыз. Мен сізге жаңағы былай айтайын, былай айтқанда жаңағыдай департаментке өзімнің атынан ертең қалдырмай хат жіберемін. Департамент ары қарай келіп, штрафын салып, шарасын заңға сәйкес болмаса көреді. Қараңыз, Талғат Искаковқа бардым, ол жаңағыдай бәрін қатырам деді.
Ол сөзің тұрмады. Енді сіз жаңағыдай жасаймын деп отырсыз, бірақ сіз де жасамасаңыз мен келесі жолы 26-та әкімнің өзіне барып тұра алмаймын ба? Жоқ. Неге біл? Жаке, мен айтқаннан кейін істеймін. Істемесем ол кезде басқаша тағы да әңгіме айтасыз. Бір күн уақыттың ішінде мен департаментке жазам. Өздеріңіз білесіз, мүгедектердің Қоқыс жәшіктері бойынша ше? қоқыс жәшіктер базардың Есіктеріңіздің алдына келдім дәл мына жерде. Есіктің алдында қанша қоқыс жәшігі бар? именно мына жерде Иә. біреу ғана тұр. Бесеу. 5 қоқыс жәшік тұр. 20 шаршы метрдің ішінде 5 қоқыс жәшік тұр. Ана жерде мыңдаған шаршы метрдің арасында қоқыс жәшік жоқ. Не сұмдық ол? Ана жерде ішет жейді балалар. Соның бәрін қоқыс тастап. Нақты қай жер керек қоқыс жәшік қазір? Қазір ма? Иә, сізге нақты қай жерді сұрап айтып. Мен базарда 4 адамды білемін. 4 базардың иесі бар, 4 адамға тиесілі ғой. Қазір тағы да Ораздың балалары қосылып, жалпы 5 базар болып кетті бізде. Әлде одан көп па? Мен оны нақты қанша базар екенін білмеймін. Мен өзім жақында ауысып келгенін білесіз. Қазір зерделеп жаңағы барлығымен жайлап танысып жатырмын. Қалада жалпы 6 адамдық екен, иә. 6 адамның Балабиев Қайраттың туысқандары парламентарий. Оны енді тізіп жатудың қажеті жоқ. Жоқ, сіз сұрап отырсыз ғой, мен нақты анықтап. Өзім жұмыс барысында неғып аламын? Жақсы. Сізге нақты қоқыс жәшіктер қай жерлер керек? Мен өзім маған керек емес. Сіздер мәселені тыңдаңыз, мен сізге өзім үшін бірдеңе сұрап келген жоқпын. Қоқыс жәшігі маған қажет емес. Мен ересек адаммын, мен жеген нәрсемді қалтама саламын, машинама апарамын да кейін қоқысқа тастаймын өзім. Сізге деп сіз өйтіп сөз дұрыстап формулировка таңдау керек шығар мүмкін. Сізге естімеу. Сіз халықтың атынан соны айтып келіп тұрғаннан кейін мен сізден сұрап отырмын. Сізге қай жерлер маған нақты бір жерге емес, сол қоғамдық орында мен түртіп алайын өзіме. заң аясында базарларда қанша метр сайын тұру керек, соны зерделеп өздеріңіз қойыңыздар. Сонда иә, солай. Мен сіздерге ереже жазып бермеймін ғой, ол ереженің бәрі бізге дейін жазылған. Базарға Базарларға дейсіз ба, базарға дейсіз ба, сіздер білмеймін қалай атайтындарыңыз. Біз бірнеше базар о жерде. Сосын мүмкіндігі шектеулі жандарға пандустар. Енді ол бойынша нақты айналысамын. Үшіншісі де бар қазір. Үшіншісі қауіпсіздік, өрт қауіпсіздік шаралары. Ешкімде өрт қауіпсіздігі сақталмаған базарларда. Бұларға хат жазып, білмеймін сіздер қалай қабылдап алғандарыңызды. Сақталмаған, иә. Оны төтенше жағдайлар бөліміне жазасыздар. Мен осы өрт қауіпсіздігі шараларын сақталмай отқаны бойынша және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жайлы ортаны қалыптастырмай отқаны бойынша өзімнің атыма хат жіберемін. Ал бірінші мәселе ше, қоқыс мәселе бойынша мен өзім зерттеймін, бір апта уақыт беріңіз. Зерттеп ары қарай. Бір апта ма? Сіз ертең ғана хат жолдаймын дедіңіз ғой, санэпидемстанция бақылауға. Хатты екеуі бойынша ертең жолдаймын. Мынау бойынша бір апта уақытты зерттеп, сосын келесі жылға қаржы қарап отырмыз, қарап жібереміз. Бұл базар әкімшілігі білеміз ғой, жұмыс жасаймыз ғой. Кәсіпкер жаңағы санаулы 6 адамның бірнеше мың шаршы метр орындары бар дейді. Соларды жалға алып отыр. Жалға алушыларды қанамай, жаңағы 6 адам әрқайсынан 200 мың теңгеден 2 миллион теңгеге дейін арендалады. Әрқайсысы өзінің абаттандыру қағидаты бар. Оларға жер берілгеннен кейін сендер осының тазалығына бәріне қарайсыңдар деп сіздер бердіңіздер, әлде қалай бердіңіздер? Берген. Солай сақтайсыздар. Сол заң аясында оларға тағы да уақыт берудің қажеті неде түсінбей жатырмын. Сіздер бір сыбайластық иісі келіп тұр да мына жерде. Арғы басшы уақыт берем дейді, 2 апта дейді, 2 ай 10 күн өтті. Енді сізде тағы да уақыт берем дейсіз. Мен сізбен екінші рет кездесіп отырмын. Алдында ол жерге жеке қабылдадым өзіңізді. Ол кезде айылдамалар бар. Бұл мәселені қазір устраивать еттік өзіңіз. Толыққанды емес бірақ. Жайлап жасап жатырмын. Иә, рахмет оған. Басталды қадам. Екінші мәселе бойынша нақты айтып жатырмын, Жамбыл мырза. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жайлы орта
жасамай жатқаны бойынша мен ертең хат жіберемін. Өрт қауіпсіздігі шараларын сақтамай жатқаны бойынша хат жіберемін. Екеуінің жауабын аламын өзім орындаушысымен тікелей сөйлесіп. Базарға қоқыс жәшіктері мынау аз деп жатсыз ғой. Ол мәселемен мен ертең Аз емес, жоқ деп жатырмын. түсінікті. Базардың ертең кәсіпкерлермен өзім жолығып, зерттеуге мүмкіндік беріңіз. 2-3 күнде қарап, ол жаңағы өздеріне нақты енді ол жерден кәсіптен пайда тауып отқаннан кейін оларға жағдай жасау керек қой негізі. Қоқыс жәшіктерін орнату керек. Иә, тұрғындар келіп тазалық сақтау үшін, әйтпесе кез келген адам кішкентай бала болсын, үлкен болсын, арыққа лақтырып кетсе, оларға не деп ренжисің? Не қылып тастап жатсың деймін мен кейде. Қоқыс жәшігі жоқ қой, жан бол дейді да, не істеймін, қалтама салып алып жүремін ба дейді. Оны ертең штрафсаса тағы ренжиді. Сондықтан ол мәселеміз өте өзекті. Мен бұл бойынша да өзім айналысамын. Кәсіпкермен жұмыс жасаймын. Кәсіпкерім тиісті санитарлы-эпидемиологиялық бақылауға жібересіз ба, жібермейсіз ба? Қосымша сеске де жіберейік. Жіберіңіз, соны сұрап тұрмын. Мүгедектердің құқығын қорғау департаменті. Жақсы, осы үшеу бойынша хаттамамен таныстырасыз ғой сосын. Түсінікті. Хаттама емес, хаттың несін сізге жіберемін. Жіберген менің атына хатты жіберіп WhatsApp-ға. Жақсы, рахмет, қазірге осындай. Жақсы. 7:35 келгеніме тура 3 сағат болды. Мәнеке ағайын, мына жерде жаңа айтып отырмын ғой, бір. Оның бір дегенде үшеу бар, бірден 2, 3, 4. Ана жерде тағы біреу тұр, 5. Осынша қоқыс жәшігін бәрін алғанда әкімдіктің алдына әпкеп қойған, ал ең көп адам жүретін жерге қоймаған. Ана жерде кішкентай балалар бар, үлкендер бар, қоқыс тастамасайш десең, Жанбол қайқа тастаймыз дейді. Бірақ қарап ойланып көретін болсаң, қайсы біріне қалтаңа салып алып үйіңе апарып таста деп тұрасың ана жерде. Қателік әкімдіктен кеткен, соны шешу мәселесінде жүрмін. Ол қоқыс жәшігі маған керек емес, ол жалпы қаланың тазалығы үшін, қаланың көрінісі ғой, жалпы қай жақтан адам келсе де таза болып тұрған жақсы емес пе қала. Осыны дұрысынан түсінеді деген үміттемін. Байланыста боламыз, Жанбол Рахматулла.